Бір тарының қауызы. Арада 2-3 күн өткеннен кейін халық жауларының қатын баласы улап-шулап 37-нің желтоқсанында шақпақ желі борасындатып ұрып тұрғанда сол ызғырыққа кеудемізді тосып Борандының түрмесіне бардық. Айша мен ала барды. Құрмаш пен Батырхан үйде қалды. Түрме дегені жан-жағы милиция қоршап тұрған атқора сияқты кірпішек шатырлы үй екен. Одан бұрын Борандыда арнайы түрме болмаса керек. Өйткені айналасына қорғаны соғып, темір тікенмен қоршап үлгермепті. Милиция деген ұзын сұр шинел, төбесі сиырдың емшегінде шошақ бас киімді, жүздері мұздай суық, мылтықтары үшкір, найзалы адамдар болады екен. Неге екені белгісіз, бәрінің көздері іріңдеген, беттері көгеріп, көкілдеп тұрған сияқты. Мүмкін халық жауларын қырағы қарауылдап, күндіз-түні ұйқы көрмейтін шығар. Мыңбұлақтан ғана емес, басқа жақтан да келгендері болар. Әйтеуір шыжандай ыңырсыған халық. Соған қарағанда Жуалы ауданы бойынша халық жаулары аз болмаса керек. Тұтқындарды бір көріп, тіл қатысып қалуға жиналғандар. Әулие атаға апаратын көрінеді бұларды, дейді әлдекім сыбырлап. Қарасудың бойына апарып атады дейді. Тек Сібірге иттаппен айдайтын көрінеді. Құдай, өзің жар бола көр. Осындай сыбыр-күбір сөзден 5 жасар бала болсам да, менің кішкентай ғана жүрегім мұздап бара жатқандай. Түрменің жалғыз көз есігі бар екен. Есіктің түйе көздей тесігі бар екен. Мың жиналып сол жалғыз көзге қадалады. Жалғыз көздің ар жағында үйме-жүйме тіршілік барын сезген дейсің. Өйткені әлгі тесіктен саусақтар қылтыңдайды. Саусақтан басқа еш нәрсе сыймайды ғой. Тұтқындар бармақтарын неге шығарады? Саусағымызды таниды деймекен? Далбаса ғой. Әйтпесе адамды жалғыз саусағынан қала танисың. Қамақтағылар мына азаттыққа та тұрғандарды мазақтағандай көрінеді. Мазақтамайды ғой. Бірақ әлгі әнтек әрекеттері соған ұқсас. Әлде мына ашық аспанда астында тұрған біздерден медет тілеп, әйтеуір бір жәрдем күтем екен. Суға кеткен пенде соңғы рет судан қолын шайдады емес пе? Бұлар да сол сияқты шығар. Кейде саусақ көрінбей кетеді де, жалғыз тесіктен жалғыз көз жылтырағандай болады. Бір сөніп, бір жылтырайды. Содан шамалағанда тұтқындар тез-тез ауысып, әлгі тесіктен кезек-кезек сыртта тұрғандарға көз салатын болуы керек. Тұншыққан, шуылдаған дауыстар естілген деме. Абақтының қабырғасы қалың. Дауыстар бізге анық жетпейді. Әркім өз жақынын атап, шақыратын, арыздасып қоштасатын шығар. Бірақ оны естіп, түсініп жатқан ешкім жоқ. Жәкең осының ішінде, деді Айша мені жеңімнен тартып. Не қып деймін мен? Білмеймін. Барайын ба? Мен Айшаның бетіне қараймын. Ол мылтықтарын көлден ұстап, қалшиып қалған милиционерлерге қарайды. Қарауыл сақ. Әлдекім бір қадам ілгері аттаса, мылтықпен кеудесінен итеріп тастайды. Бәрібір бері қарап тұр. Біздің алдымызда тұрған ұзын бойлы, ірің көз милиционер темекі тұтатып, тұқшиып еңкейе бергенде, мен құлдыраңдап жүгіріп барып, түрменің есігіндегі тесікке де жеттім. Бірақ бойым жетпей, өкшемді көтеріп, тесікке мойнымды созып, «Жәке, Жәке!» деп шырылдадым. «Әй, Мұртаза! Ау, Мұртаза! Балаң келіп тұр!» деген дауыс іштен тұншығып шықты. «Бұлай тұр, бұлай! Мұртазаға жол беріңдер!» Соған қарағанда Мұртаза есікке жақын жерде емес болу керек. Жетті. «Барысқан, Барысқан, сенсің бе?» «Иә, Жәке!» «Айналайын! Үйге жүр, Жәке!» Айша жылады, Айшаға ұрыспашы. «Жыламасын, мә!» Әке маған шиыршықталған қағаз ұсынды. Сол кезде иығымнан біреу бүркіттей бүріп алып, лақтырып кеп жіберді. Анадай жердегі күресін күртік қарға басым кіріп құлап түстім. Әлдекімдер мені орнынан тұрғызып, үсті басымды қаққылады. Ақ қоян құлақшынымның қарын тазартты. «Жылама, азамат екенсің!» «Жылаған жоқпын!» деймін мен. Айша келіп тізерлеп отыра қалып, бет-аузыма жабысқан қарды қолымен тазалап, бетін бетіме басып, тұла бойы дір-дір етіп солғылдады. Аузыма сұс саусағын салып, таңдайым дезгіледі. Қорқыныштан құтқарғаны.
Жылама, дедім мен кімнің өзім айтқан сөзін қайталап. Милиционерлер қаһарланды. Әйда, кетіңдер, деп мылтықтардың дүмімен жұртты кеудесінен ұрғылап ығыстыра бастады. Тараңдар, тараңдар, әйтпесе атамыз, деп қорқытты. Бір рет аспанға мылтық атылды. Түтіні бұрқ етті. Жұрт шу етті. Аждаһа келе жатса қорықпайтын қазақ мылтық даусы шыққан соң бет-бетімен ыдырап кетті. Біз ауылға қайттық. Бұлай шыққан соң кішкентай уысыма қатты қысып алған әлгі шиыршық қағазды Айшаға бердім. Айша қағаздың шиыршығын жазып еді, ішінен 4 ине шықты. Киім тігетін машинаның инесі. Жұрт аң-таң. Қағазда жазу жоқ. Сонда бұл инені Мұртаза қайдан алған? Деді біреу. Онда бір мән бар шығар, деді біреу. Қандай мән? Айша айтты. Өткен жексенбіде базарға барып еді, сонда сатып алып, ұмытып қалтасында кеткен ғой, деді. Үйімізде күнеке әжемізден қалған зеңгері машинасы бар еді. Жол жөнекей тал-тарақтың басында бүріскен торғайлар отыр. Адамдардың қасіретіне олар да ортақтасқандай. Бір әйел, кім екенін ұмыттым. Туған ел, енді сен болай, деп әндетті. Өлеңі әннен гөрі жоқтау сияқты зарлы естілді. Тек, деп тастады біреу, басқа біреу. Мұртазаның ине бергені несі, деді біреу. Мұнда бір мән бар. Қандай мән екені әлі түсініксіз.